Ассалаумағалейкум. Бұл Индер кентінің ортасындағы қорым. Көп құлпытастардың жазуы кириллицамен жазылған екен. Арт жағында бір құлпытасты көрсетіп жүріп. Бұл шеркеш екен. Шеркеш руы Кедейбас бөлімі дейді. Дәулетұлы дейді. Дәулетұлы, бірақ есімін жазбайды. 60 жасында 1936 жылда опат деп көрсетілген екен. Сол жерде келесі құлпытас таналардікі. Ла иляха илlallah. Тана руының Жиембет тайфасының Дүйсәлі Мінсізбайұлы. Опат 25 жасында қойды тасты дейді, ары қарай. Так, мына жерде түсініксіз болып тұр. Ағасына келеді. Қойды ағасы ары қарай дұрыс оқылмайды. Біз таналарында таңбасында бір не бар? Қателік күлімге деген. Бұл да таналардың таңбасының бәрі құлпытасында осындай. Мына жағында болады. Кішкентай сызығы, кейде мына жерде болады, былай болады. Таналардың таңбасы. Бірақ күнімге дейін пайдаланып келген таңбалары қателеспесем мынандай. Қос сызғау деймін. Қоссық кезінде кіммен келген? Лепшенмен келген орыстардың бөкей зерттеген бөкей ордасы. Соны күнімге дейін алып келген көшір. Алты құлпытастарда тананың таңбалары мынандай. Енді кішкентай құлпытас Ысық руы Ақсары тайпасы дейді. Асын қазу керек. Мындай латынша жазылған құлпытастар да бар. Қаратоқай тайпасы Көтен дейді. Яғни Көтен бөлімі шығар деп отырмын. Асын қазу керек. Жалпы латынша жазулар бізге 33 жылдардан бастап жазылған құлпытастарда. Сол 33 жылға дейін араб әріппен жазылған бізде құлпытастарда. Одан кейін 40 жылдардан кейін кириллицамен жазылған қорымдарда құлпытастар. Сөйтіп дәл осындай құлпытастар бара-бара бетонмен құйылатын болған. Бір тағы да бір құлпытастар бар. Көрейік. Так, біріктіріп жатырмыз. Қазір оқып көреміз, оқылса. Бұл тана руынікі тағы да. Так, тана руы Жиембет тайфасы. Мына жерде Сәнкібайға келетін сияқты. Сәнкібай Әділге келетін сияқты. Сәнкібай Әділұлы опат болды. 78 жасында 1843 жылда. Ескі құлпытас екен. Так, қойды дейді. Кенже ұлы Күмісбайға келеді. Күмісбай мырза. Сосын бана таңбаны айтты қожаны. Таналардың таңбасы. Бана жоғар жағынан келген. Мына жерінен де келеді. Таналардың таңбасы. Егер мына сызық жоғар жағында болып кетсе, бұл таздардікі болып шығады. Бұл қорым Индердің ортасында. Прокуратураның артындағы қорым. Мусорлатып тастаған екен енді. Тазалап қоршап қойғаны жақсырақ болар еді. Индер әкімдігі көріп жатса, осыны ескеріп қойса.